Ассаламу алейкум, құрметті қыздар. Бүгінгі біздің Құран әліппесі сабағымыздың 21-ші сабағы. Бисмилля, біз бастаймыз. Бұған дейінгі тақырыптарда біз сукунды нун және тәнуинге қатысты, сукунды мимге қатысты ережелерді өттік. Енді біз бүгін идғам мутамасиляйни, идғам мутажанисайни және идғам мутақарибайни деген осы кішкене үш тақырыпшаны өтеміз. Яғни үшеуі бірге қарастырылатын тақырыптар бұлар. Енді өте қысқа жеңіл қараңыздар. Идғам мутамасиляйни дегеніміз, яғни екі бірдей әріптің бір-бірімен кездесуі. То есть, мысалы бірінші сөз, мысалы мынау тә әрпіне аяқталса, и келесі сөз тә әрпінен басталса, естественно, біз ол екеуін қосып жіберіп оқимыз, мысалы, ғарабат тақоридухум, яғни екеуі шаддаланып оқып кетеді. Екі әріп тұрған жерде біз не істейміз? Шадда болады, яғни екеуін қосып оқуды идғам мутамасиляйни дейміз. Жалпы идғам дегеніміз бізде не еді? Бір жерге қосу еді, жинастыру. Мысалы, міне екі дәл әрпі бір-бірімен кездесіп тұр. Біреуі сөздің соңында, біреуі сөздің басында. Яғни екі ұқсас әріп кездескен кезде екеуін қосып жібереміз. Бітті, осы ғана идғам мутамасиляйни дегеніміз. Оған бір мынау ережені қатты бір жаттап, дайындалып емес, просто даже Құран оқып жатқан кезде екі бірдей әріп кездессе, автоматически біз қосып жіберіп оқимыз, оны идғам мутамасиляйни дейміз. Мысалы, міне лям мен лям кездесіп тұр, демек оны біз қосып жіберіп оқимыз. Міне мынау стрелкадан кейінгі. Негізі былай келіп тұрады, бірақ оқылу мінекей былай болады, мысалы, ғарабат тақоридухум, ғарабат тақоридухум, шаддаладық. Қад дахалу, то есть дәлді екі рет айттық. Изхаб бикитаби, иззахаба, балладжу, юдриккумул маута, яғни екі к бір-бірімен кездесіп, шаддаланып кетті былай, мінекей. Осы ғана идғам мутамасиляйни дейміз. Яғни екі бірдей әріп бір-біріне кездескен кезде қосып жіберіп шаддалап оқимыз. Енді идғам мутажанисайни дегеніміз не? Идғам мутажанисайни дегеніміз, яғни бір-біріне жақын, бірдей емес, бір-біріне жақын дыбысталуы кішкене ұқсайтын әріптер қатар келген кезде оларды да біз қосып жіберіп оқимыз, яғни шаддаланып оқимыз. Мысалы, қараңыздар, мына жерде тәл, дәл, то әріптерінің шығатын жерлері бір болғандықтан, мінекей, дыбысталулары ұқсас болғандықтан, бір-біріне кездессе, демек тоже шаддалап оқимыз. Мысалы, қараңыздар, мына жерде тә әрпі, бір сөз тә әрпіне аяқталып тұр, келесі сөз жуан то әрпінен басталып тұр. Демек, біз мынау екінші әріпке мынаны қосып жібереміз да, уже мынау жоқ сияқты, бірақ то шаддаланған сияқты оқиды. Яғни, екеуі қосылып кетті, бірақ то шаддаланып қалады. Мынау келесі әріп екі еселеніп оқиды ғой. Мына жерде де, мысалы, дәл мен тә кездесіп тұрса, демек, қараңыздар, келесі әріп тә ғой бізде, дәлден кейінгі. Демек, тә әріпі екі еселеніп оқиды. Мысалы, уақалат тоифатун. Даже мен былай оқығанның өзінде то естіледі бізде, қараңыздар. Уақалат, сукунға тоқтадым, келесі тоифатун. То естіліп тұр, тә естілмей қалады. Сондықтан ол уже бұны жаттамасаңыздар да автоматически солай оқылады. Уақалат тоифатун. Мінекей, уақалат тоифатун. Мысалы, мә'абаттум. Даже сіздер ұмытып кетіп, мысалы, бұның идғам мутажанисайни екенін ұмытып кетіп оқыған күннің өзінде ол автоматически солай естіледі. Қараңыздар, мысалы, мә'абаттум. Көрдіңіздер ме? Сондықтан оны ешқандай уайымдап керек емес. Мә'абаттум. Мінекей, мә'абаттум. Келесі, сә, зәл, зо. Ялхаззалика. Көрдіңіздер ме? Сәға тоқтадым мен, бірақ бізде зәл естіліп тұр, потому что мына сукунды болғандықтан ол по-любому естілмейді. Ялхаззалика.
Вот, көрдіңіздер ме? Екі зәл тұрған секілді оқылады. Иззоляму. Мынау зәл естілмей қалды. Иззоляму, мінекей. Иззоляму. Я? Келесі бә мен мим. Иркәб мә'ана. Иркәм мә'ана. Я? Қараңыздар. Иркәб мә'ана. Егер тоқтап оқитын болсам, бірақ бә сонда да естілмей тұр. Иркәм мә'ана. То есть бә мимге кездесе тоже не істейміз, идғам болады, я, қосып жібереміз. Енді идғам мүтәжәнисәйни дегеніміз бұл да қосу, яғни айтылуы бір демнеке, мына үш қатардағы әріптер бірге келіп қалса, мына қатардағы әріптер бірге келіп қалса, және мына қатардағы әріптер бірге келіп қалса, біз бұларды қосып жіберіп шаддалап оқимыз. Бітті. Я, мінекей мынау мысалдары. Келесі бізде идғам мүтәқарибайни, бұл да қосу, бірақ бұл жерде тоже егер дыбысталуы бір-біріне жақын екі әріптің біріншісі сукунды, екіншісі харакатты болып бір жерде қатар келсе, идғам мүтәқарибайни дейді. Яғни бұлардың қатар келуі тоже бұл жерде де жақын, бір-біріне жақын екі әріптің. Именно ол қандай екі әріптер? Екі топқа бөлінетінде. Ләм мен ро кездессе бір-біріне, және де қоф пен кәф кездессе бір-біріне. Болды. Осы екі жағдайда ғана ол идғам мүтәқарибайни болады, яғни қосып жіберіп оқу. Қалған жағдайларда ондай болмайды, я? Ол жеңіл деп ойлаймын. Қараңыздар. Мысалы, мына жерде құл робби деп жазылып тұр, бірақ біз оны қосып жібереміз, өйткені мінекей ләм мен ро кездесіп тұр. Құр-робби деп. Мінекей құр-робби. Енді келесі. Бәл рофәғихуллаху деп жазылып тұр, я? Бірақ біз, қараңыздар, ләм мен ро кездесіп тұр, біз бұны қалай оқимыз? Бәр рофәғихуллаху. Ләмнен кейінгі әріпке қосып жібереміз ләмді. Мінекей, түсінікті, я? Келесі, қоф пен кәф кездескен кезде. Қараңыздар, қалай жазылып тұр? Әләм нәхлуқкум. Біз оны қалай оқимыз? Әләм нәхлуқкум. То есть, қоф кәф әрпіне кіріп кетті, я? Түсінікті, я? Сондықтан қыздар, қараңыздар. Біз бүгін осы үш кішкентай тақырыпшаларды өттік. Идғам мүтәмәсиләйни дегеніміз екі бірдей әріп бір-біріне кездескен кезде қосып оқимыз. Ол, сіз қосып оқымасаңыз да, ол автоматически қосылып оқылады оқыған кезде. Сондықтан оны уайымдамаңыздар, бірақ оқыңыздар. Идғам мүтәжәнисәйни дегеніміз бір-біріне дыбысталуы ұқсас әріптер, яғни мынау үш топтағы әріптер бір-біріне кездессе, бұларды да қосып жіберіп оқимыз. Жалпы идғам деген сөз қосу ғой, я? Енді идғам мүтәқарибайни дегеніміз бұл жерде де бір-біріне жақын әріптер, ләм мен ро, сосын қоф пен кәф кездесіп қалса, қосып оқимыз. Бітті. Енді үй жұмысына 15 рет оқисыздар. Ладно, 10 рет. Мынаны 10 рет мысалымен қоса ережесін, мынаны 10 рет мысалымен қоса ережесін, и мынаны 10 рет мысалымен қоса ережесін үйге. Сәттілік.